Бәріңе сәлем, сіздермен бірге Кайджи. Бүгінгі видеода біздер кумирдің екі версиясына шолу жасаймыз. Описаниеда көрген барсыздар, маған бір топ кумир түскен болатын, шамамен 1 миллион монет тұрады. Шабуылшы, бірақ та бұл маған ұнамады. Неліктен? Осы видеода көре жатамыз, кеттік. Кумирдің ашылу сәтін сіздерге де өзіме де көрсетпеймін деп шештім. Осылайша мен оны клубтан іздеп бастап кеткен болатынмын. Ең алдымен ойыншылары аз мемлекеттерден бастауды жөн көрдім. Ары қарай топ мемлекеттерге қарай жол жүре беремін деп ойладым. Алайда менің жолым Кот-д'Ивуар мемлекетіне келіп тоқтады. Бұл жерде маған вождь Дидье Дрогба келді. Бұл ойыншының құны 1 миллион болады. Ал мен неге өкініп қалды деп ойлайтын болсаңыздар, осыдан бір күн бұрын мен Дрогбаның әлем чемпионаты версиясын жинап алған болатынмын. Мен Дрогбаның личный фанаты ретінде екі версиясында да обзор жасап, қайсын таңдауға болатынын сіздерге айта кетемін. Кеттік. Ең алдымен Prime версиясына шолу жасаймыз. Бұл жерде статистикасына тоқтала кететін болсақ, жылдамдығы 90, соққысы 92, пасы 77, дриблингі 82 және де физикасы 90. Өзінің бойы 1,89 м, салмағы 88-ге қарамай жақсы жүгіре алады. Ойыншылардан, қорғаушылардан жақсы қашып кетеді. Әрине Тоти, Ван Дейк немесе әлем чемпионаты Лусиолардан ондай қашып кете алмайды, бірақ та өзінің скоростына жақсы жүгіреді. Соққысына тоқтала кететін болсақ, бұл жерде өте керемет. Завершениесі барлығы жоғарғы деңгейде, выбор позиция дейді, барлығы өзінің деңгейінде. Пасы әрине керемет емес, 100% моменттарда пасты жақсы береді, ал қиын моменттарда өзін дұрыс алып шыға алмайды. Ал дриблингіне тоқтала кететін болсақ, бұл ойыншы қиын моменттерде өзін-өзі контролировать ете алмай қалады, себебі салмағы мен бойы өзінің рөлін осы жерде ойнап қалады. Ал физикасы өте керемет, қорғаушылармен жақсы күресе алады, жоғарғы деңгейде күресе алады. Ал баспен соққысы да өте керемет, жақсы секіреді, жақсы баспен ұрады. Угловой ударларда әсіресе баспен гол салуға көп мүмкіндік болады осы ойыншымен. Ары қарай осы версиясымен салынған голдар мен голдық пастарға шолу жасайық. Prime версиямен мен 6 ойын өткіздім, 6 ойында 10 гол және 4 голдық пасын берді. Енді әлем чемпионаты версиясына көшейік. Әлем чемпионаты версиясының статистикасы
сәл төмендеу. Бұл жерде жылдамдығы 90, соққысы 91, пасы 76, дриблинг 81 және де физикасы 89. Бірақ та екі версияның бір айырмашылығы бар. Ол слабый ногасы әлем чемпионатында 5 жұлдыз, ал прайм версиясында 4 жұлдыз. Слабый ногасы 5 жұлдызы кейбір моменттарда қатты решать етеді. Мысалға мына жерде сол аяқпен теуіп без проблем гол салып кетті. Ал прайм версиясы кейбір кездерде сол аяқпен дұрыс тебе алмай қалуы мүмкін. Әрине бұл әлем чемпионаты версиясына үлкен плюс болып саналады. Ал енді жылдамдығына келетін болсақ, азғантай айырмашылық бар. Прайм версиясы кішкене қаттырақ жүгіреді. Соққысында, пасында және дриблингінде ондай қатты айырмашылық жоқ. Тек сәл ғана прайм версиясы жақсырақ қозғалады демесек. Және де физикасында да айырмашылық жоқ. Ал енді әлем чемпионатына салынған голдар мен голдық пастарға шолу жасап кетейік, содан кейін. Қорытындылай келе, мен екі версиясында өз командамда қалдырамын деп шештім. Ал сіздерге айта кетерім, егер екі версиясынан біреуін таңдайтын болсаңыздар, әрине әлем чемпионаты версиясын сіздерге ұсынар едім. Ең біріншіден ода 5 жұлдыз слабый ногасында және де скорость мен заряжениясы өте керемет. Ал егер сізге пактан немесе пиктан прайм версиясы түскен болса, онда тоже ойнай беруге болады. Қазіргі уақытта СБЧ-да әлем чемпионаты версиясы бар. Монеталарыңыз жетіп тұрса, жиналарыңыз келіп жүрсе, әрине мен сіздерге рекомендовать етемін. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Каналға жазыла кетіңіздер және де комментария жазып кетіңіздер, қай ойыншыға келесі шоуды түсірсек болады. Рахмет.